Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір Намл сүресінің қасиетін айтатын боламын. Бұдан алды достар, Шуара сүресі менен Фуркан сүресін салған болатынмын. Егер де сол видеоны көрмеген болсаңыздар, каналыма өтіп қарап алсаңдар болады. Видео ұнап жатса лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сонымен достар, Нәмл сүресінің қасиеті, егер де кім зікір ретінде күніне бір рет оқитын болса Нәмл сүресін, онда Алла тағаланың қалауыменен өте жаңағы қатыгездіктен, ізіңізге түсіп жүрген дұшпаннан, қиыншылықтан, қалай айтсам, қайғы қасіреттен қорғанатын боласыңыздар. Алла тағаланың қалауыменен, Алла тағаланың мейіріміне бөленіп қорғанатын боласыңдар. Сондықтан достар, егер де сіздерде дұшпаныңыз көп немесе қайта-қайта қиыншылықтарға тап бола беретін болсаңыздар, осы сүрені күніне бір рет оқып жүруге кеңес беремін достар. Нәмл сүресінің қасиеті осындай. Кімге керек болса жазып алыңдар, оқып жүріңдер. Құран сүресін қайдан алатын барлығын салған болатынмын. Видеоны іздеп қарап алсаңдар болады, каналыма өтіп. Сәттілік достар.